Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ә, Негізінде дәретті бұзатын нәрселер тұрғысында ә, алдыңғы жолдан және де артыңғы жолдан, яғни басқаша айтатын болсақ, кіші дәрет үлкен дәреттің дәретті бұзатындығы жайында ешқандай мазхабта ихтилаф жоқ. Тіпті имам Шафиғи дәретті бұзатын нәрселерді айтқан кезде, ол кісінің иштихады бойынша тек қана кіші дәрет пен үлкен дәрет, яғни зәрбен үлкен дәретке бару ғана бұзады дейді. Қалғандары дәретті бұзбайды. Мысалы, құсу, мысалы, олардың барлығы дәретті бұзбайды дейді имам Шафиғи. Біздер ханафилер бұл тұрғыда қан және де құсу, ірін шығу, бұларды дәретті бұзатын нәрселердің қатарына кіргіземіз. Бірақ менің бұл жерде айтқым келген нәрсе, яғни зәрдің шығуы дәретті бұзатындығына қатысты ешқандай мүжтәһид ғұламалар тартыспаған. Неге? Өйткені бұған байланысты келген хадистер өте көп. Бұны біліп қоймыз керек. Яғни сол себептен имам Шафиғи тіпті басқа хадистерді алмайды, тек қана зәрдің шығуы немесе үлкен дәреттің шығуы ғана дәретті бұзады деп айтады. Сол үшін бауырлар, бұл кіші дәреттің, әсіресе зәрдің дәретті бұзатындығында ихтилаф жоқ. Мысалға, біреу кіші дәретке кіріп, дәретін сындырғаннан кейін шығатын болса, сол аралықта егер жыныстық мүшеде зәр қалатын болса, және де адам сол кезде дәретін алып, яғни вуду дейміз оны, дәретін алып болғаннан кейін жыныстық мүшесінде қалып қойған зәрлер шығатын болса сыртқа, бұның дәретті бұзғандығы жайында имам Шафиғи болсын, имам Ахмед ибн Хамбал болсын, имам Малик болсын, имам Абу Ханифа, оның шәкірттері болсын, ешбіреуі ихтилаф қылмайды. Неге? Өйткені бұған байланысты келген хадистер өте көп. Тіпті дәреттің бұзатындығына қатысты бұл екеуінің сахихтігінде күмән жоқ. Яғни кіші дәрет пен үлкен дәреттің бұзаттығында ешқандай ихтилаф жоқ. Ма хаража минас сабилейн нақадал вуду. Бұл бүкіл мазхабта қабыл етіледі. Өйткені бұған байланысты хадистер өте көп. Яғни сахих десек болады. Сол себептен кіші дәретке барып, жаңа дәретін сындырып, дәрет алғаннан кейін егер зәр шығып кететін болса, тағы да сыртқа бұның дәретті бұзатындығы, яғни апанық болады. Сосын тағы да екі мәселе бар. Бұл истинжа және истибра деген. Истинжа, истибра екеуі екі бөлек, түсінік. Истинжа деген дәретке барғаннан кейін, дәрет сындырған кезде шыққан нәжасты жуып тастау. Ол истинжа. Истибра деген кіші дәреттің шығуын толық жаңағындай көз жеткізу. Бұл истибра болады. Истинжа ханафи мазхабында үш түрлі қаралады. Бірінші, егер шыққан нәжас дирхам көлемінен үлкен боп сыртқа жайылатын болса, оны жуып тастау парыз болады. Өйткені егер жуылмайтын болса, намаз сахих болмайды. Егер бір дирхам көлемінде болса, уәжіп болады. Бір дирхамнан аз болса, онда сүннеті муаккет болады. Ал басқа мазхабтарда, Шафиғи, имам Малик, имам Ахмед ибн Хамбалдың мазхабтарында шыққан нәжастың аз көп болуы үлкен рөл ойнамайды. Олар бір ауыздан аз болсын, көп болсын, шыққан нәжасты кетіру, жуу, ол уәжіп деп айтады. Бұл истинжа мәселесіне қатысты бұлар былай деп айтады. Сумен жууға болады, я болмаса жаңағындай таспен. Тас деген кезде біздің білген қатты тас емес, оны балшықтан жаңағындай кішке жасалынады, сосын қатып қалады да, ол балшық сияқты, тас сияқты болып қалады. Бірақ оны жаңа сулап қолданған кезде ол жаңағындай оны жаңағы нені ауыртпайды, денені ауыртпайды да ол.
сондай жаңағыдай тас сияқты балшықтарды сонымен қолданып кетірсе болады дейді. Ал истинжадан бөлек жерлерде бұл үш имамда негізі тек қана су тазалаушы деп айтады. Судан басқа еш нәрсе тазаламайды, тек қана су ғана тазалайды. Ал истинжа мәселесіне сумен бірге тағы да осы тас сияқты, тас үкімінде болған нәрселермен де тазалауға болады. Бірақ истинжа қылу үш мазхабта уәжіп. Біздің ханафида оны үшке бөледі. Егер бір дирхамнан көп болса парыз деп айтамыз, бір дирхам мөлшерінде болса уәжіп деп айтамыз, бір дирхамнан аз болса біз сүннеті муаккед деп айтамыз. Келейік истибраға. Истибра мәселесі бұл жерде ихтилаф жоқ. Истибра қылу уәжіп. Не деген сөз? Истибра жыныстық мүшеден зәрдің толық шығып кетуін жаңағындай көз жеткізгеннен кейін барып не істеу? Истинжа қылып дәрет алу. Бұл жерде бүкіл мазхабтарда ихтилаф жоқ, истибра қылу уәжіп. Тіпті ханафи мазхабының негізгі кітаптарының біреуі, яғни өте танымал, құрметті ғұламалардың біреуі имам Хаскефи Дурул Мұхтарда бұған байланысты яжибул истибрау, истибра қылу уәжіп болады, бимешин, жүрумен, әу танахнухин, немесе қырылдап жөтелумен, әу наумин аля шиққихил әйсір, немесе сол жаққа ұйықтаумен дейді. Яғни истибра қылып, сосын барып жаңағындай жатып, ұйықтап, яғни толық кеткенін, шыққандығын көз жеткізіп, сосын барып дәрет алу, ол уәжіп деп айтады. Яғни бұл мәселеде негізі басқа мазхабтармен тіпті егер салыстыра айтатын болсақ, ихтилаф жоқ. Истибра уәжіп деп айтамыз. Тіпті бұл жерде бұл кітапқа имам Хаскефидің Дурул Мұхтар атты кітабына шарх жазған имам Ибн Абидиннің өзі бұны тіпті парыз дәрежесіне шығарады. Неге парыз дәрежесіне шығарады? Егер адам зәрдің толық шыққанына қанағат етпесе, көңілі толмаса, зәр толық шыққанына, сосын барып дәрет алатын болса, оның дәреті сахих болмайды. Неге? Өйткені зәр егер шығатын болса, дәреті бұзылады. Ал сол бұзылған дәретпен дәретсіз десек болады, намаз оқиды. Ал намазы қабыл емес дейді. Сол үшін истибра ол міндетті түрде жасалыну керек. Бұл жерде ихтилаф жоқ. Альхамдулилля. Бірақ истибраның жасалу түріне қатысты не бар? Әртүрлі нелер болуы мүмкін. Мысалға, бұл жерде тіпті имам Хаскефидің өзі яхталифу би тибаин нас, яғни адамдардың табиғатына қарай өзгеруі мүмкін. Біреулер үшін сәл деп жөтелгеннен кейін жаңағы зәрдің толық шығуы мүмкін, жеткілікті болуы мүмкін. Біреулеріне жүру керек, біреулеріне кішкене біраз уақыт керек. Яғни адамның табиғаты әртүрлі ғой. Сол тұрғыдан истибраның несі де әртүрлі болуы мүмкін. Бұл жерде не жоқ. Адамға қатысты, адам өз-өзінің табиғатын жақсы біледі бұл жерде. Ал енді кейбір бауырлар бұл истибраны жоққа шығарады, бидғат дейді. Истибра жасау бидғат дейді. Кешіріңіздер, егер истибра бидғат болатын болса, онда бұл төрт дөкей біздің селеф имамдарымыз бәрі адасқан болып шықты. Өйткені истибраға қатысты айтылған сөздер имам Абу Ханифа да айтты, оның екі шәкірті Абу Исма Мухаммедтер да айтты, имам Шафиилер, имам Малик, имам Ахмед ибн Хамбалдардың барлығы истибра мәселесін қарап өткен кітаптарына қараңыздар. Олардың фикх кітаптарында басқа мазхабтар болсын, біздің мазхабымыз бәрінде истибра мәселесі өте жақсы қаралып қарастырылады. Неге? Өйткені зәрдің шығуына қатысты ешқандай сәләфус салихин ихтилаф етпеген. Олардың басты дәлелдері мынандай. Одан басқа сөз жоқ. Бұған байланысты ривайет бар ма? Пайғамбарымыз истибра қылғандығына ривайет бар ма? Енді біраз ақылға салсақ, мынандай мәселе ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәрет сындырғаннан кейін бірден дәрет алғандығына байланысты ривайет бар ма? Онда ривайет та болмайсың. Неге? Өйткені сол заманның жағдайына бір көз жүгірсек, мынаны байқаймыз. Сахабалардың заманында
олардың дәрет сындыру жерлері қаланың сыртында болатын еді. Қаладан әжептәуір алыс. Адамдардың көзі жетпейтін алыста бір олар дәрет сындыратын еді. Тіпті әйелдер болса, дәрет сындыру үшін түнде шығатын еді. Бір топ әйел жиналып, түнге тауға барып дәрет сындырып, сөйтіп қайтатын еді. Неге? Түнде өткені яғни ер адамдар көріп қалмасын деп түнде шығатын еді. Олар мысалы. Бұған байланысты сахих хадистер бар. Солардың біреуі Айша анамыздың ифтираға қатысты хадисі. Яғни Айша анамыз біреумен, бір сахабамен жорықта қалып қояды ғой. Сол кезде мұнафықтар Айша анамыз зина жасады деп ифтира жауып, Мединада бұл әңгімені таратып жүреді. Айша анамыз болса ауырып қалған, бұл айтылып жатқан сөзді естімейді. Бір күні әйелдермен бірге тауға шығып дәрет сындыруға шыққан кезде, Мистах деген сахабаның шешесі аяғы сүртіліп, киіміне жығылып, сол кезде баласын лағнет айтып жүреді. Сол кезде таң қалады Айша анамыз. Неге сен лағнет айтасың осындай сахабаға? Ол Бәдір шайқасына қатысқан жоқ. Сол кезде анау шешесі бүкіл шындықты айтып жүреді. Бұл хадиске қараған кезде анық түсінеміз, олар тауға барып, жаңағындай дәрет сындырып келетін еді. Әйелдер, бір топ әйел жиналып. Сол сияқты ер адамдар да қаланың сыртына барып дәрет сындырып, келіп қайтып, сосын барып дәрет алатын еді. Енді сіздерге сұрайын. Адам қаланың сыртына, мысалы, истибра ер адамға қатысты, әйел адамға қатысты бұл жерде жоқ. Истибра еркекке қатысты нәрсе. Енді ер адам қаланың сыртына шығып, жаңағы дәретін сындырып, исінжасын қылып, сосын қалаға келем дегенше, сол келудің, жүрудің өзі истибра есептелмей ме? Өткені соған ол қайтып келем дегенше, жаңағы зәкір, жыныстық мүшеде ешқандай зәрдің қалмайтындығы бұл жерде апанық белгілі. Сол үшін бұл истибраға қатысты дәлел жоқ деп айту, асылында бұл бұрынғылардың сәләфус солихиннің өмір сүру тарзын, өмір сүру кейпін білмегеннен, тарихты білмегеннен туындайды.